Саламатсыздар ма? Бүгін біз мынандай иңемен немесе спицамен осындай қоян тоқуды үйренеміз. Өте оңай және жеңіл. Азғантай уақытта ғана тоқып шыға аласыздар. Өте керемет, әдемі болып шығады осындай. Ол үшін тоқығыш ине және жіп пайдаланамыз. Әрине қайшы. Қазір походу сіздерге түсіндіріп айтамын. Мен негізі мынандай жіптермен тоқып отырмын. Ализа фирмасының жібі өте жақсы, жұмсақ, тоқылуы өте оңай. Ең бірінші бас аламыз. Әркімнің әртүрлі бас жіпті алуы. Мысалға сендерге ең оңай осы жолын көрсетейін. Сонда ілмешек іліп аласыздар. Содан кейін біздер 30 бас теріп аламыз. Яғни мына көріп отырғандарыңдай 30 бас теріп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Осылайша сіздер 30 бас теріп аласыздар. Міне мен 30 бас теріп алдым. Енді сізге ыңғайлы болу үшін мына көрсетейін. Бірінші басты іліп аласыздар. Содан кейін екінші бастан бастап оң тоқисыздар. 1, 2, 3, 4, 5. Оң тоқуды білесіздер, е? 6. Осылайша соңына дейін тоқисыздар. Міне біз 29. Соңғысын кері қарай аласыз. 30. Міне 30 басты мен теріп алдым. Енді келесі бетіне аударасыз. Бұл бетінде де сіздер оң тоқисыз. Енді әрбір тоқығанда бірінші басты іліп аламыз біздер. Бірінші басты іліп аламыз, екінші бастан бастап оң тоқимыз. Соңына дейін оң тоқып шығамыз да, соңғы басты теріс аламыз. Осылай тоқып сіздер қазір тоқып болғасын көрсетемін. Сіздер 23 төбешік тоқисыздар. Яғни ар жағы мен бер жағын есептегенде бұл болады 46 бас тоқисыздар. Әрі бері тоқығанда соңына дейін осылай аласыздар. Соңғысын теріс аласыздар. Алып кеттік, өзіміз тоқып. Мен тоқып болдым. Бұның ұзындығы, мен манаға айтып отырған төбешік деп отырған мынадай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 деп осылай санайсыз. Сонда бізде 23 болады. Немесе ар жақ бер жағымен санағанда 46 бас. Немесе былай етіп те қарауларыңызға болады. Міне былай етсеңіз, міне ровный. Осындай біз полотно тоқып шықтық. Енді қоянымызды қалай жасаймыз? Ол үшін осы тоқығанымызды екі бүктейміз. Мына екі шетін табамыз. Мысалға табамыз. Мысалға мына жерден келді. Міне белгілейміз. Так, екінші жағын белгілейміз. Осы сызықтың бойымен бірдей болу керек. Міне екінші жақты белгіледік. Содан кейін былай қарата бүктейсіздер. Мына ортасын табасыздар. Яғни мына жерде, мына жер. Оны да белгілеп қояйық. Міне біздерге мына жер. Міне осындай үшеуін табасыздар. Содан кейін инелеріңізге осы цветтен жіп өткізіп аласыздар. Содан кейін мына жерден өткізіп, былай жіптердің арасымен өткізіп шығасыздар. Былай. Содан кейін мына жерге барғаннан кейін кейін қарата былай өткізіп шығасыздар. Содан кейін мына екі ортадағы мына сызықпен былай қарата өткізіп шығамыз. Осы жіппен, осы инедегі жіппен. Қазір мен сізді өткізіп былай сіздерге көрсетемін. Былай өткізесіздер, басып отырып та өткізуге болады, қолдарыңа ұстап отырып та өткізуге болады. Міне осылай мына төбеге дейін өткізіп шығасыздар. Қажет болмайды енді. Міне мына басының дағысында алып тастайық. Басып отырып соңына дейін жібіңізді тартасыз. Бізге осы жеткілікті. Содан кейін біздер кейін қарата аламыз. Мына жерден былай қарата жүргіземіз. Ортасымен, жіптің ортасымен жүргіземіз. Бізге мына белгілеген жерден шығу керек. Міне көріп тұрсыздар ма? Міне осылай асықпай тартып шығарып аламыз. Міне. Енді біздер мына жермен былай қарата жүргіземіз. Яғни мына сызықтың бойымен өткіземіз. Өзімізге тіке көзімізге үйрену үшін мына сызықтың бойымен алып шығамыз. Арасынан іліп, себебі тартқан кезде жиырылуы керек.
міне мен өткізіп шықтым. Былай және былай. Енді мына жіптің бойымен, мына жерде бір жібіміз бар біздің. Ұмытпасаңыздар, мынаны тартсаңыздар шығады. Мына жіптің ұстап тұрып, мына жерден тартамыз. Былай етіп. Түсіндіңіз бе? Содан кейін мына жерден басып отырып, екінші жағын тартасыз. Міне, бұл жерде біздің құлағымыз шығады, қоянның құлағы шығады мына. Ал мына орта, екі орта қоянның басы болады. Мынаны қаттырақ тартасыздар, міне, до конца тартасыздар. Мына жіптеріңізді тартасыздар. Сонда ортада мынандай бізде нәрсе шығады. Міне, әлде не істейміз? Мына жерге біздер енді бұл жерде толтырмамен қазір толтырамыз. Біз қазір алып толтырмамен бұл жерде толтырамыз. Қолдарыңызбен итерсеңіздер, мына жері беті томпиып шығады қоянның. Мына жақтың жерін тартасыздар, мына жақтың жерін тартасыздар. Шамаларың келгенше ішін толтырып тартуларыңызға болады. Міне. Көрдіңіздер ме? Мына жіпті тартасыздар, ана жіпті тартасыздар. Тағы да былай қарай тартылу керек кішкене. Кішкене толтырасыздар. Жіптеріңізді өзіңізге ыңғайлы қылып, осы жерден қаттырақ етіп әуел бір байлап аласыздар. Чтобы жанап кетпес үшін бір рет байлап аласыздар. Байлап алып тартсаңыздар, міне, мына құлақ шықты, міне, көрдіңіздер ме? Мына жақта да сөйтіп қаттырақ тартасыздар. Сол кезде қазір мен артық жіпті қайтып тастайын. Қажет емес. Енді мына жіпіңізді аласыздар. Енді мына болмай жатқан жерін тартасыздар. Мына жақта мына жақ жібі бар, бірақ тартылмай жатыр, иә? Сондықтан, міне. Мына қоянның мына басынан аласыздар. Кішкене өткізіп, ортаңғы жерінен аласыздар. Иінемен. Сосын қоянның мына шеткі жағынан аласыздар. Мына былай аласыздар да, жіптеріңізбен қаттырақ қылып тартсаңыздар, қоянның құлағы шықты. Құлағы шықты. Содан кейін мына екі ортада манағы ішінде толтырған жеріміз бар емес пе? Сол жерден екеуін шатысып қалмаңыздар. Мына жер ол. Кейін реттеп қайтадан тігеміз. Ең бірінші қатайтып алуымыз керек. Мына жерден бір іліп аласыз. Сосын мына екінші қоянның екінші жерінен тағы да өткізіп аласыз. Қатты тарттыңыз. Мына қоянның беті шықты мына жерде. Енді бұл жердегі өзіңіз қарап отырып, мынандай ашық қалмас үшін өзіңіз мына жіппен әдемілеп тігіп шығасыз. Тағы да қай жерлері ашық тұр, соны бүлдіртпей іліп алып шығасыздар. Бұлай етіп керектеріңізге тағы дополнительно. Мына жер бітелді. Мына жағынан қарасаңыз, міне, қоян шықты, құлағы шықты. Енді мына бір жерінен алу керек. Қарап, ішінен мына бір жер алыну керек бізде. Бұл бәрі өздеріңіздің қолыңызда. Реттеп, қарап, қай жері алынбай тұр. Себебі бізде құлақ әдемі шығу керек. Міне, шықты. Көрдіңіздер ме? Міне, құлақ шықты. Екі құлағы шықты. Әдемі? Қалқаған құлағы шықты. Мынау қоян. Бұл ішіндегілердің бәрін бетіп орын-орнына апарамыз. Және қайтадан осы жерден салып, іліп, тамағына қарай алып барасыз. Қоянның тамағына қарай алып барасыз. Кейін қарай өткізесіз. Мына қоянның тамағы шықты мына жерден. Мойны дегенім ой. Енді осы жерден бастап артық жібімізді қиып тастасаңыз да болады, қимасаңыз, егер ағытылып кетсе, ішіне салсаңыз да болады. Осы жерден бастап біздер қоянның артық жіпті қиып тастайық. Бізге мешать етіп тұр. Осы жерде тағы наполнительмен толтырамыз. Мынандай.
наполнительныймен толтырып алып, көріп тұрсыз ба? Енді қоянымызды мына бөлігін тігеміз. Әдемілеп мына бөлігін тігіп шығамыз. Міне мен наполнитель салып тігіп шықтым қоянды. Осындай қоян шықты. Енді қоянның құйрығы керек мына жерге, иә, бізге. Бұл үшін енді сіздерге көрсетпей ақ қояйын. Мен жаңа мынандай астындағы астын 10 баспен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ряд, мен 9, ар жағында 9, 18 ряд осындай тоқып алдым. Тоқып алып, қазір мен сіздерге көрсетемін құйрығын қалай жасайтын. Мынадай шетінен бастап сіздер бүйтіп көктеп шығасыздар. Себебі тартқанда қазір бізге домалақ шығуы керек. Сосын бұлай қарата. Көрініп жатыр ма сіздерге? Так, бұлай қарата. Көктеп шығасыздар. Сосын бұлай қарата. Мұны бізде айналып келатыр. Мен одан кейін бұлай қарата. Жіптердің арасын алуларыңа болады. Так, осы жермен. Осының ішін тағы да біздер наполнительмен толтырамыз. Яғни мынандай нәрсе. Әуелі салып аласыз. Хлофайбер. Барлық артық жіптерін ішіне қарай саласыз. Содан кейін мына жіпті тартып домалақ жасайсыздар. Сөйтіп, мына айналасының бәрін бүгіп тігесіздер. Бір жіптің ауырығы не жіп екен білмеймін. Қазір реттеп, топ сияқты қылып қана, немесе сіздер болады ғой, үйде артық жатқан топ сияқты домалақ кішкентай нәрсе болса салып жіберіп, сыртын тіге қоюларыңызға болады. Ол бірақ іші ақ түсті болу керек. Басқа цветтен болса, ана тоққан жерлерінің арасынан көрініп тұрады. Біздер міне қоянның құйрығын тоқыдық. Енді мына бір бұрышына, бізде бұрыш қалып қойды ғой. Сол жерге міне былай саласыздар. Сосын мына омырау тұсына алып барасыздар инені. Қазір не үшін екенін сіздерге айтамын. Әрбір жағынан құйрығы закрепить етеді мынандай болып. Сосын осы жерден 1 сантиметрдей қылып алып, кері барасыздар манағы жерге. Кері барасыздар да осы жерден тағы да іліп алып, қайтадан мынаған келесіздер. Сөйтіп, мынаны тағы 2-3 рет тоқып, мынаны не үшін дегенім себебім, қазір мынаны ішіндегілерін бүйтіп қозғап, мынау отыратын қоян болады міне. Ішіндегі аяғының тұсы ғой. Сол үшін де біз мынандай қылып тартып қойдық жіппен, мойнынан разница шықсын деп. Міне. Содан кейін мына құйрықты біз тағы 1-2 рет тігіп закрепить етеміз, түсіп қалмас үшін.
былай да түспейді негізі, бірақ осыны мына жақтан любой жеріне шығарып, міне құйрығы шықты. Кейін ішіндегі мақталарын жақлап файберлерін жөндеу үшін инемен былай қопсытсаңыз, мынау домаланады. Осы жерден түйіндейік. Осы жерден түйіндейміз. Қоянның құлақтарын түктейміз. Міне, бізде мынадай қоян пайда болды. Енді бұның көзін, аузын жасаймыз. Міне, керемет томпиған құйрығы бар. Қоян шықты. Енді көзін, аузын істеу үшін мынандай ілгек пайдалансаңыз болады. Міне, бауыры бар, жылтыр ілгек. Мысалға, мына жерге, сосын мына жерге. Осыны қазір мен тігіп шығамын қара жіппен. Міне біздер бір көзін тақтым. Мына екінші көзін тағайын деп жатырмын. Содан кейін мына жерден біз ауыз тігеміз. Соған қарата қара жіппен. Бізде екі көз пайда болды. Можно мне тоже пойти? Біз тұмсығын жасап жатырмыз. Қоянның. Міне біздің қоянымыз дайын болды. Екі көзін жасадық, мұрнын жасадық. Мынау екі құлағы. Былай етіп түркілтіп қойсаңыз да болады құлағын. Мына былай отырады. Сосын әдемі қоян. Екі қоян болды, екі түрлі. Көзіне әртүрлі моншақтар пайдалануларыңызға болады. Мұрнында кішкентай қылуларыңызға болады, үлкен қылуларыңызға болады. Ең бастысы қоянның мүсіні шықты. Мынау құлағында қайырып қойсаңыз да болады, былай етіп қойсаңыз да болады. Міне бізде қоян шықты. Міне кереметтей. Бұған енді апарып мына жерге любой бантик орналастырып қойыңызға болады, былай етіп. Ол өзіңіздің қалауыңыз, оформление жасау. Ал мына енді айтатын, мына құйрығының орнына любой фурнитура жасауға болады. Мысалға, пушок болса, үйде жатқан не болса, любой нәрсе пайдалануға болады. Осымен бүгінгі таныстыруым бітті. Егер сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, каналыма тіркелуіңізді сұраймын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Пока-пока.